Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болатын, әрі ерекше болып шығатын бауырдан котлет жасайтын боламыз. Бұл рецепт өте оңай, әрі жеңіл жасалынады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздермен Ариана. Бізге керек заттар: пияз, сәбіз, картоп және де сиырдың бауыры қажет болады. Сиырдың бауырын жақсылап жуып, осылайна бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Бауырымызды енді блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз, немесе ет тарқыштан да өткізсеңіздер болады. Біздің бауырымыз жақсылап езіліп шықты. Бұл жерде менде бауыр 500 граммдай. Енді осыны жеке ыдысымызға салып аламыз. Енді кезекте блендердің көмегімен көкөністерімізді де езіп аламыз. Картошкамызды, сәбізімізді және де пиязымызды жақсылап біркелкі болғанша езіп аламыз, немесе ет тарқыштың да көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Мінекей біздің көкөністеріміз дайын болды. Енді осыны бауырдың үстіне салып, дәміне қарай тұз, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бірден шамамен 30-35 граммдай ұнымызды салып, тағы да жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне 1 стакан сүтімізді құйып, жақсылап ешқандай түйіршік қалдырмай біркелкі болғанша араластырамыз тағы да. Ең соңында 1 жұмыртқамызды салып, тағы да біркелкі масса болғанша араластырамыз. Мінекей біздің бауырымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі біркелкі масса болып шықты. Қоюлығы осында қоюлықта болуы қажет. Енді осыны қызып тұрған майға жақсылап екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Табамызға сұйық майымызды құйып, керегінше өте қатты шылқылдатпаймыз майымызды. Енді котлеттерімізді екі жағынан қызартып, жақсылап пісіріп аламыз. Бұл жерде менен 2 ас қасықтай бір котлетке кетірдім. Өз қалауларыңыз бойынша үлкен-кіші қылып жасасаңыздар да болады. Бұл жерде менде өте қатты үлкен қылмай, және өте қатты кішкентай қылмай жасадым. Енді осыны орташа отта екі жағынан қызартып, жақсылап пісіріп аламыз. Мінекей біздің котлеттеріміз өте әдемі болып қызарып пісіп жатыр. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Котлеттеріңіз өте жұмсақ, әрі нәзік болып шығады. Бүкіл құрамын осы видеоның астына жазып қоямын. Мінекей достар, біздің котлетіміз дайын, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Және де міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Өте дәмді, өте нәзік, өте сочный болып шығады орысша айтқанда. Сіздермен болған Ариана, және де менің каналыма тіркелуді, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осы рецепт ұнап жатса, достарыңызбен де бөлісіп қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.